Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 30-шы сабақты өтетін боламыз. Тақырыбымыз Х, Х дыбыстары. Жаңа сабақты бірінші көру үшін каналға жазылып, колокольчик батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. 43-ші жаттығу кестедегі сөздерді оқы. Қала, құрал, қырман, қағаз, қайық. Х. Халық, хикая, хан, хат, хабар. Қаһарман, жиһаз, гаухар, жиһангер. Х дыбыстарының айтылуын өзара салыстыр. Олардың айтылуындағы ерекшеліктерді байқа. Бұл дыбыстар дауыссыз дыбыстар. Х дыбыстары қатаң дыбыстарға жатады. Х әріптері бар сөздерді көшіріп жаз. Олардың жазылуын есте сақта. Халық, хикая, хан, хат, хабар, қаһарман, жиһаз, гаухар, жиһангер. Х қатаң дауыссыз дыбыстар. Х сөздің басында және ортасында кездеседі. Хан, саяхат. Х сөздің ортасы мен соңында кездеседі. Гаухар, мәшһүр, мох. 44-ші жаттығу мәтінді тыңда, іздет. Сәбира әже немересі Хадиша мен көшеде келе жатқан. Алдарынан бір жас жігіт шыға келді. Сәбира әже оны күтіп тұрды. Әже, өте беріңіз, деді жігіт. Жоқ, сен өт балам, жол сенікі. Жігіт өтіп кетті. Хадиша әжесіне ренжіді. Өзінен кіші жігітке жол бергені несі? Әйел адам ер кісінің жолын кесіп өтпес болар қызым. Ата-бабадан қалған салт солай, деді әже, немересінің ойын сезгендей. Хадиша ойланып қалды. Мәтін неліктен ізет деп аталған деп ойлайсың? Өз ойыңды айт. Ата-бабаларымыз салт-дәстүрімізде ер адамдардың жолын кеспей құрметтеуге үйреткен. Үлкендерді құрметтеп, кішілерге ізеттілікпен қарап, сыйластықты осылай арттырып отырған. Өзіңнің үлкен адамдарға жол бермеген кезің болды ма? Үлкен адамдарға жол бермеген кезім болған емес. Ата-анам жастайымнан қамқорлық пен құрметпен қарауды бойыма сіңіріп келеді. 45-ші жаттығу сөздерді көшіріп жаз. Жаһан, қаһарман, мархабат, халық, хоккей, ханталапай, қала, қырман, қағаз. Сөздердің мағынасын түсіндір. Түсініксіз сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. Жаһан, әлем, жер шары, дүние. Қаһарман, батыр, ер жүрек. Мархабат, рұқсат сұрау. Халық, белгілі бір аймақта шоғырланған адамдар немесе жер шарындағы адамдар жиынтығы. Хоккей, спорттық ойын түрі. Ханталапай, асық ойыны. Қала, шаһар, кент. Қырман, егіс алқабындағы тазалайтын ашық алаң. Қағаз, ағашты өңдеу арқылы алынатын жұқа материал. Өзің қалаған сөздерді қатыстырып, сөйлем құрастыр. Жер жаһанда әдемі елдер мен жерлер өте көп. Қазақ халқында елін қорғайтын қаһарман батырлары мәңгі есте сақталған. Мархабат, мына әкелген сыйымды сізге берсем бола ма? Хоккей ойыны өте қызықты өтетіндіктен халық қызыға тамашалайды. Ауылға барған кезде ханталапай ойынын өте көп ойнайтынмын. Қалада орналасқан зәулім ғимараттар мен биік үйлер ерекше сән беріп тұр. Күзгі уақытта егістікте жұмыс қыза бастайтын, қырманда диқандардың жүзі жайнап қуанатын кез. Ақын жазушылар қағаз бетіне қаншама еңбектерін жазып қалдырған. 46-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, жаңа сөздер жаса. Дәріхана, кітапхана, емхана, асхана, мейрамхана, дәмхана, шайхана. Бұл сөздердің мағынасын түсіндір. Дәріхана, дәрі сатылатын орын. Кітапхана, кітап берілетін немесе оқылатын орын. Емхана, ем шаралар, ем-домдар қабылданатын орын. Асхана, ас ішетін орын. Мейрамхана, той немесе мейрамдар өткізілетін орын. Дәмхана, ас ішетін орын. Шайхана, шай ішетін орын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Барлық сабақтар арнамызда шығып отырады.